Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыз практикум, кірістірілген шарттарды программалау тақырыбында. Практикумның мақсаты Python программалау тіліндегі кірістірілген шарттарды қолданып есептер шығару. Бірінші тапсырма. Пернетақтадан енгізілген сан 1 мен 20 аралығына жататын болса, онда yes сөзін, кері жағдайда no сөзін шығаратын программа құру қажет. Төменде программа келтірілген, бос орындарды толтырып, толық программаны Python программасында тексереміз. Python бағдарламалау тілінің кіріктірілген ортасы IDL-ге кіріп, жаңа бет ашып аламыз. File, new file деп. Print деп, ең әуелі экранға бізге түсінікті болу үшін n санын енгіз деп жазып аламыз. Одан кейін жаңағы программада көрсетілген бірінші жолды көшіріп жазамыз. N-тең int input жақша ашып алған. Сосын логикалық өрнек кетеді. If дейміз, бізде шарт бойынша енгізген санымыз, яғни n санымыз 1 мен 20 аралығында болу керек. Яғни n-іміз 0-ден үлкен, 20-дан кіші деген шарт қоямыз. Print yes сөзін шығару керек. Ал қалған жағдайда егер n санымыз 1-ден кіші болып, немесе 20-дан үлкен болып қалса, онда no деген сөзді шығарып беру керек. Файлымызды сақтап, енді нәтижені тексерейік. 20-дан үлкен сан беріп көрейік. Мысал үшін 25. No. Енді 1 мен 20 аралығындағы санды беріп көрейік. 17. Yes. Енді 1-ден кіші сан беріп көрейік. Мысал үшін 0. No. Шарттың барлығын қанағаттандырып тұр. Есебіміз шықты. Екінші тапсырма. Үшбұрыш және оның бұрыштарының мәндері берілген. Бұрыштарына қарай үшбұрыштың сүйір үшбұрыш, тікбұрышты үшбұрыш немесе доғал үшбұрыш екенін анықтайтын программа құруымыз қажет. Алдымен осы үшбұрышпен танысып өтейік. Геометрияда 90 градусқа тең бұрыш тікбұрыш деп аталады. Ал егер 90 градустан аз бұрыш болса, онда ол сүйір бұрыш деп аталады. 90 градустан көп бұрыштар доғал бұрыштар деп аталады. Жаңа бет ашып программамызды жазамыз. Әуелі үшбұрыштың үш бұрышын енгізетін кодты жазып алайық. Print B1-іміз бірінші бұрыш болады, және де екінші, үшінші бұрыштарды енгіземіз. Бірінші сүйір бұрышты шығарып алайық. Сүйір үшбұрыш дегеніміз ол үш бұрышы да сүйір болса, яғни 90 градустан үш бұрышы да аз болса. Шарт қоямыз. B1, B2, B3 90 градустан кіші болса, онда бізге сүйір үшбұрыш деген сөзді шығарып беру керек. Elif екінші. Тік бұрышты үшбұрыш дегеніміз бір бұрышы, яғни кез келген үшбұрыштың бір бұрышы 90 градус болатын болса, онда ол тік бұрышты үшбұрыш болады. Яғни B1-іміз тең 90, немесе B2 90-ға тең болу керек, немесе B3 90-ға тең болу керек. Сонда бізге тік үшбұрыш деген сөзді шығарып беру керек. Басқа жағдайда онда доғал үшбұрышты шығару керек. Программамызды сақтаймыз, нәтижені тексереміз. Мына үшбұрышы да кіші, сондықтан сүйір үшбұрыш деп шығарып берді. Бір бұрышын 90 дейміз, қалған бұрыштарын 90-нан кіші немесе үлкен сандарды жазамыз. Доғал үшбұрышқа мысал, бір бұрышын 90-нан үлкен, қалғандарын кіші етіп жазамыз. Есебіміздің жауабы шықты, шартты қанағаттандырды. Үшінші тапсырма, x санның таңбасын анықтайтын программа құрыңдар. Егер x 0-ден үлкен болса, онда 1 деген мәнді шығару керек. X-іміз 0-ден кіші болса, онда -1. Егерде x-іміз 0-ге тең болса, онда x-іміз 0 деп шығарып беру керек. Кіріс ақпарат ретінде бір сан енгізіледі, шығыс ақпаратқа енгізілген санның таңбасы шығарылады. Программамызды жазайық. Print деп x санын енгізіп аламыз.
x'тің int, input. Енді шарт қоямыз. If, егер x-іміз 0-ден үлкен болатын болса, онда print 1 деп шығару керек. Elif, егер x-іміз 0-ден кіші болатын болса, онда print -1 деп шығару керек. Else, басқа жағдайда print 0 деген мәнді шығару керек. Тексереміз. X-імізге сан береміз. Шартымыз бойынша x 0-ден үлкен болатын болса, онда ол 1 деп шығару керек. Кіші болса -1, ал өзіне тең болса 0 деп шығару керек. Шартымызды толық қанағаттандырып тұр. Есебіміз шықты. 4-ші тапсырма. 3 сан берілген. Олардың арасында бір-біріне тең неше сан бар екенін анықтаңдар. Егер бір-біріне тең сандар саны 3 болса, онда 3. 2 сан тең болса, онда 2. Ал тең сандар болмаса, онда 0 мәнін шығаратын программа құру керек. Кіріс ақпараттары 3 сан енгізіледі, шығыс ақпараттары есеп шартына сәйкес мән шығарылады. Мысалы, 1, 2, 3, үшеуі бір-біріне тең емес, 0 деп шығарды. 1, 1, 1, үшеуі де бір-біріне тең. Онда жауап 3 деп шықты. Үшіншіде 1, 1, 5, 2 бір-біріне тең сан бар, жауабы 2. Енді программамызға кірсек, алдымен 3 санымызды енгізіп аламыз. 3 санды A, B, C деп енгізейік. Шарт қоямыз. Егер A, B, C бір-біріне тең болатын болса, print 3 деген санды шығару керек. Elif, егер A мен B тең, немесе B мен C тең, немесе A мен C тең болатын болса, онда print 2 деген санды шығарып беру керек. Else, басқа жағдайда тең деген сандар жоқ болатын болса, онда 0 шығару керек. Ал енді нәтижемізді тексереміз. 3 сан енгіземіз. 8, 9, 8. Яғни 2, 8 саны бар бірдей сан 2 деп шығарды. Енді әртүрлі сандар бердік. 7, 8, 9, 0 деп шығарды. Бірдей сандар берсек 3 деп шығарды. Шартымыз қанағаттандырылып тұр. Есебіміз шықты. 5-ші тапсырма. Сен Қазақстанның X қаласына қыдырып келдің. Бұл қалада жол жүру билетінің құны түрлі тариф бойынша сатылады. 1 реттік жол жүру құны 40 теңге, 20 реттік жол жүру құны 600 теңге, 60 реттік жол жүру құны 1500 теңге. Сенің жоспарың бойынша n рет жол жүруің керек. Ең аз ақша жұмсау үшін әртүрлі тарифтен қанша билет алу керек? Билеттердің жалпы саны n-нен кем болмау керек. Кіріс ақпараты ретінде n сан енгізіледі, шығыс ақпараты программа 1, 20, 60 рет жол жүру билеттерінің қажетті 3 санын шығару керек. n санын енгіземіз. Print n үлкен n жазайық. n санын енгіз. n-іміз тең int бүтін сан және input перне тақтадан енгізілсін. If, егер 1 реттік жүретін болсақ, онда шартымыз n тең болады 1-ге. Print 1 реттік билет. Бағасы 40 теңге. Екінші Elif, егер біз 1 реттік жолдан көп жүрсек, және де 20-ға 20 рет жүрсек, немесе 20-дан азырақ жүретін болсақ, онда 20 реттік билет бағасы 600 теңге деген сөз шығару керек. Басқа жағдайда, яғни 20-дан көбірек жүретін болсақ, онда бізге 60 реттік билет 1500 теңгелік бағасы, сол сөз шығару керек. Ал енді нәтижені тексереміз. Егер 1 рет қана жүретін болсақ, онда 1 реттік билет 40 теңгені береді. Ал егер 17 рет, яғни 20-дан кіші сан беретін болсақ, онда 20 реттік билет 600 теңгені береді. Ал егер 20-дан көп 40 рет жүретін болсақ, онда 60 реттік билет 1500 теңге деген жауап шығады. Осымен практикумге арналған есептеріміз бітті. Назар аударып, көңіл бөліп қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.